Сіздер тамашалап отырған Chicago KZ каналының YouTube-тағы парақшасы. Ойнату тізімдер бөлімінде біз әзірше 3 ойнату тізім қарап отырмыз. Jiu-Jitsu, қазақша әңгімелер Америкадағы және Python программинг. Біз кез келген басайық. Мысалы Python программингті. Қазақша программирование. Біз басқан кезде бұл осы тізімдегі әрбір видеоны ойната бастайды. Бұны YouTube-тың программистері қалай жасады? Яғни осы белгілі бір тізімдегі әрбір объектіге, біздің мысалда бұл видеолар, қарама-қарсы белгілі бір іс-әрекеттерді қолдану. Яғни біздің мысалымызда ол әрбір видеоны ойнату. Міне осындай программаларды қалай жазу керек, олар қандай әдіс қолданғанын бүгінгі сабақта үйренеміз. Жақсы программист болудың бірден бір құпиясы ол жалқау болу. Егер сіз жалқау болсаңыз, сіз келешекте керемет программист боласыз. Осы видеоға кіріспе кезінде біз YouTube-тың қалай видеоларды бірінен соң бірін ойнататын жайлы үйренеміз дедік. Бірақ оның орнына біз бүгін болашақтағы роботымыздың программасын жазайық. Екеуінде де қолданатын тәсіл бір. Сондықтан біздің сабағымызға кірісейік. Біз не істейміз? Өзіміздің браузерімізға келеміз да katakoda.com деген жерге барамыз. Katakoda бұл Playgroundға, осы веб-сайтқа келеміз. Бұл веб-сайттың адресі осы видеоның сипаттамасында жазылып тұрады. Біздің жұмыс істеу ортасы мынау терминал, естеріңізге салып өтейін. Мында біз код жазамыз. Мына кнопканы басу арқылы кодымызды жүргіземіз. Біздің роботымыз не істейді? Біздің әжелеріміз тойға барады, той біткеннен кейін барлық заттарды бір пакеттің ішіне салып, езіп алып келіп береді бізге. Мысалы, біз оны не дейік? Біз тізім құрайық. Сол пакеттің ішіндегі тағамдардың тізімі. Біз тағамдар дейікті тізім құрайық. Ағылшынша list деген. Листті біз қалай жазаймыз? Тізімді біз тік жақшаның ішіне жазу арқылы. Біз жазайық ішіндегі тағамдарды. Ашып көрейік, ішінде не бар екен? Қазы бар екен. Үтір қоямыз. Қарта дейік. Тағы не бар екен? Оның үстіне құрт тастап жіберіпті. Құрт. Тағы не бар екен? Ақсұйықтық не екен? Оның үстіне қалған қымызды құйып жіберіпті дейік. Қымыз. Міне, енді осы тағамдарды бізге алып келіп берді. Біз мәз болсын деп. Енді біз не істейміз? Қазір біздің қарнымыз тойып тұр. Оны барлығын бізге біздің мұздатқышқа, холодильникқа алып бөлек-бөлек қою керек. Енді ол үшін біз жалқау болғаннан кейін, мысалы, кодты жазған өзінде, мысалы, әрқайсысын алып қой деген, ол көптеген осындай көптеген кодты алады да. Көптеген код жазу керек ол үшін. Бірақ біз жалқау болғаннан кейін біз келесі әдісті қолданамыз. Біз for loop дегенді, for циклін қолданамыз. For дегеніміз ағылшыншадан отырғанда бір нәрсеге қатысты деген. Бір нәрсеге қатысты. Біздің мысалда ол тағамға, осы тағамдар тізімнің ішіндегі әрбір тағамға байланысты. Біз не дейміз? For тағам, яғни әрбір тағамға байланысты. In дегеніміз ол қайдағы тағам? Тағамдардың ішіндегі біз аламыз да өзіміздің листті жазамыз. Листтің аты бізде тағамдар. Яғни тізім. Тағамдар. Мен қазақша және ағылшыншаны ауыстырып айтып отырамын. Сол кезде сіздер әрқашан естеріңізде болсын. Ағылшынша қалай айтылады, қазақша қалай айтылады. Енді біз қос нүкте қоямыз. Яғни біз жаздық осы әрбір тағамдардың ішіндегі әрбір тағамға байланысты біз келесі іс-әрекеттерді қолданамыз. Яғни біздің роботымыз оны алып холодильникқа салу керек. Бірақ ондай күрделі іс-әрекеттерді жазбас бұрын біз жай ғана print функциясын қолданайық. Әзірше әрбір тағамның атын жазып шықсын дейік. Ал не дейміз? Әрбір тағамды жазып шығарсын. Print тағам дейміз. Тағам. Енді жүргізіп көрейік кодымызды. Қараңыздар, мұнда нәтижесін көресіздер. Міне жазып шығарды бізге. Қазы, қарта, құрт, қымыз деп. Келешекте мысалы
біз деген алып көптеген бұның астына көптеген басқа да іс-әрекеттерді қолдансақ болады. Әрбір алып, оны сал деген мысалы екі іс-әрекет болса, мұнда біз мысалы принттің екі түрін қолданайық. Біздің тағы бір функцияны үйренейік. Алдыңғы сабақта біз print деген үйрендік. Бүгін біз тағы len деген функцияны үйренейік. Міне былай жазылады. len дегеніміз ол әрбір объектінің ұзындығын жазып береді. Қараңыз, әрбір сөздің мұнда len дейік. Мысалы мындай жазайық, print дейміз де. Print жақша, оның ішіне біздің len және бұның өзінің жақшасы бар. Шатас кетпеңіздер. Мына бірінші жақша ол принттікі, бірінші екінші жақша, оның ішіндегі len-нің жақшасы. Енді осы len ішіне біз тағы да тағам жазамыз. Мына тағам дейміз. Яғни бұл не істейді? Әрбір тағамға байланысты әрбір тағамның атын жазады, одан кейін қанша әріптен тұратынын жазады. Нәтижесін біз осынан көреміз. Қараңыздар. Print. Қазы, оның астында нәтижесі. Ұзындығы 4 әріптен тұрады. Қарта 5 әріптен, құрт 4 әріптен, қымыз 5 әріптен. Егер сіздерге len түсініксіз болып жатса, сіздерге кішкене көбірек мысал келтіріп түсіндіріп жіберейік. Мұнда міне астына келейік, біз өзіміздің Python shell'ді шақырайық. Қалай шақырамыз? Құр Python деп жазсақ, мұнда Python shell келеді. Мысалы біз len дейміз де жақша қоямыз. Бұл оның синтаксы, яғни оның ережесі қалай жазылу керек. Аламыз да ішіне кез келген сөз жазайық. Мысалы қазақ десек, ол бізге айтады 5 әріптен тұрады дейді. Яғни len дейміз де жақшаны қоямыз, оның ішіне өзіміздің объектін жазамыз. Мысалы басқа len, мысалы тағам дейік. Жақшаны қоямыз, тырнақшаның ішіне тағам дейік. Ол 5 дейді. Міне осы жағы түсінікті болған шығар сіздерге. Болмаса тағы астына жатарсыздар сұрақтарыңызда. Тағы бір нәрсе тезірек үйретіп кетейін дегенім, мысалы алдында біз бөлшектеуді үйрендік. Кез келген листтің ішіндегі, яғни тізімнің ішіндегі объектілерді бөлшектеу. Яғни бірінші екі объектіні немесе ең соңғы объектіні деген сияқты. Біз оны осын for loop'та да қолдана аламыз. Мысалы, тағамдар дегеніміз ол list. Алдыңғы сабақта үйренгендей біз оны бөлшектейміз. Бөлшектеу үшін біз тік жақшаны қолданамыз да қос нүкте қоямыз. Мысалы, бізге бірінші екі объектіні роботқа айтсақ, неге? Мұздатқышқа қойды, қалған екі объектіні мен жейін десеңіз, яғни сізге бір екі керек. Енді Python программасында біз айттық, ол 0-ден бастап санайды. 0, 1, 2. Яғни осы 2-ге дейінгі барлығын холодильникқа сал дейді. Әзірше біз 2-ге дейінгі объектінің бәрін құр атын жазып шық деп айтып жатырмыз осы программада. Енді программамызды жүргізейік. Міне бірінші екі объектісіне байланысты іс-әрекет қолданды да, қалған екі объектіні тиіскен жоқ. Келешекте біз мысалы бірінші екі объектіні холодильникқа салып қой дейміз де, қалған екі объектіні біз қазір дейміз деген сияқты. Ал енді YouTube-ға байланысты мысалға қайтып келетін болсақ, мысалы мынау біздің видеолар тізімі Python программинг негіздері қазақша деген. Мұнда біздің бүкіл видеоларымыз бар. Әзірше 8-ақ видео, қазір түсіріп жатқан 9 видеомыз, иә. Міне олар осы YouTube-тың программистері қандай функция жазды, код жазды. Міне олар алды, айтты, міне видеолар деді, видео 1, 2, 3, 4. Одан кейін осыған ұқсас код жазды. Не деді? Әрбір видеоға, видеолар деген, видеоларма әрбір тізімдегі әрбір видеоға қатысты келесі іс-әрекеттерді қолданды деген. Біздің мысалда әрбір видеоны олар ойнатады. Былай алады. Мысалы біздің қос қойсақ, бұл осы біткеннен кейін келесі видеоны қосады, осы біткеннен кейін үшінші видеоны қосады. Сол сияқты.
Ал біздің мысалда біз әзірше құр видеоның атын ғана жазып шығарайық, атын және қанша әріптен тұратынын жазып шығарайық. Міне Python жүргізейік. Міне видео 5 әріптен, бәрі 5 әріптен әрбір видеоны жазып шығарды. Міне егер ойлап көріңіздерші, егер біз мына for loop'ты қолданбасақ, яғни осы for циклды қолданбасақ, біз әрбір видеоға 2 жол код жазуымыз керек еді. Ал мысалы мына тізімде 100 видео болса не істеу керек біз? Яғни біз 200 код жазуымыз керек еді. Бірақ осы for loop'ты қолдану арқылы бізге бәрібір қанша видеолар бар, біз барлығын қамтамасыз етеміз. Міне осымен бүгінге бітті. Келесі программинг деген өте қызық және оңай. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.